seni көрген күні көңіліме күмбірлеген күй тұнды қарақат көз қалды мұңлай сен ойлаумен бұздым талай ұйқымды түнде көрген түсінбедің періштені тәңір өзі сыйғылды сұлулардың ішіндегі жан екенсің балдай тәтті сүйкімді жүргеніңде сүйкімді сылдыр қағып күлгеніңде сүйкімді сымбатты да сәні билеп солған әні пай пай бәрі сүйкімді сымбатты да сәні билеп солған әні пай пай бәрі сүйкімді. Я дұрыс қой енді. Қалыңсыз қызымызда қадес болмайды енді, қазақтың салт дәстүрі ғой енді. Ой түрісін мал күйінде алып берген бір жағы бұлардың диадетін жерде тумалардың барлығы осы мал ұстап отырған жеңе-жемнің өзіңді қош жерде де бар да енді біраз сол жақта сол жақтан әкеліп салған болу керек енді. Көбіне даланікі 15 күннен бері қораға енжеленіп жатқан болу керек жеңе-жем үйінде келген енді. Сақ бола көріңдер, кетіп балта қойды қой жүрмек диадың бер жағынан. Мынау енді қыздың қалыңы Сәке, қоя береміз ғой. Алып келіп отырған біздің. Сәке. Жақында баламыз. Қошеметтеп жіберейін. Қанша бар ішінде? Елдің алдыда емес, артында емес, ой, жеңешем сана барасың. Есеп жақсын дейсің. Айтуға болмайды жеңешесі, айтуға. Әркім өз ішін береді. Баланың әркім бұнымен өшірмек, ең басты балда бақытты болсын. Ал үлкен ағаларымыздан бата алайық. Бітіп жатырған іске кәде көмекке. Қоймамды да келіп қалмадың ба? Қоймамды да келіп қалмадың ба деймін. Қамап қойдық. Екеуінде ма деп сұрап отыр. Екеуінде. Өлі тірімен қоймалда келіп қамадық. Я Құдайым берсін, айтқаным берсін. Мынау қайырлы дастархан шаратта той болсын. Адамдар, құдалардың құтты болсын. Қызымыз бақытты болсын. Мына күйеу баламен өмір жастары ұзақ болып, бақытты тұрмысының ақ жолдары ақ болсын. Сол мына мерекелер құтты болсын. Өрлі шүбірлі болсын. Оң болсын талаптар. Осы тойғыласып, барлығымыз болсын. Той тілеймін, қызымызға бақыт тілеймін, қуанышы көп болсын, қуаныш жалғаса берсін. Ал үлкендердің батасын алдық, енді ұлсат болса, саңа салу рәсіміне кезек берейік. Сәнімен салтанатымен ортамызға Жансаядай аруымызды алып келуге рұқсат етіңіздер. Жансая қызымыз нағыз қазақ қыз еді, ағалардың ортасында біледі. Кеше ғана ақ панчегі желбіреп, ойын қуып мектепте оқып жүреді. Енді міне қапелімде бой жетті, мәпелеген Аймағанбет ата әулеті. Анасы мен жеңгелері үйреткен Жансая қызымыз инабатты бала, ізетті деп бір қол соғып қошеметтеп қояр. Сәнімен салтанатымен өзі әммен көйдеріне шақырайық. Ала бер халқыңның алғысын, аяулы қана тән құсым, бақытты бол,
қошеметтеп бол соғып қояға дақтағайын. Мінекей қош жеңгесімен, сәнімен, салтанатымен жан сая аруымызды ортаға алып келіп жатырмыз. Ендеше Айтқұл ауылынан келіп жатырған жеңгелері осы сырға салу рәсімінің алдындағы өздеріңіздің жүрек жарды лебіздеріңізді жолдауға микрофон ұсынайық. Сәлем бердік баршаңызға. Бүгін Айтқұл ауылынан келіп қалған жайымыз бар. Қырықмылтық ауылына бізге бір тапсырылған өте бір үлкен миссиямен келіп тұрмыз. Сол миссияны орындауға рұқсат етсеңіздер, басқа сырға салу рәсімін. Түркше өзімді таныстырып кетейін. Айтқұл ауылының келінім, Ақтөбе қаласынан келіп тұрмын. Атым Әселова. Ал ұлсат етейік олай болса. Қош жеңгесі қызымыздың оң жақ сырғасынан бастап алуға ұлсат етіңіздер. Бәрі де оңынан болсын, бәрі де бісмілләдан болсын. Олай болса, сырға салу рәсіміне кесек бірек ағайын. Ең алдымен үкілі матансын деп қызымызға үкісін тағып жатыр. Тіл көзден сақтасын қызымызды. Көрмелі көйлек тұрғандай өзі қимылсыз билек Жарқырап жүрсін деп алтын сырғамыз бар. Салуға рұқсат етіңіздер. жарасып билек иықтан шашып төгіліп жерге күмісті шашпауым жарасып билген Тақинас бар қолына. Екі жеңгесіне көрімдігімді берейін. Екі жеңгесіне көрімдік. Қош жеңгесіне қыз көрімдік рәсімін ұсынып жатыр. Қолдарыңыз құтты болсын. Сырғалым атанып жатырған жан сая қызымыздың сырғасының да көрімдігін ұсынып жатыр. Қолдарыңыз құтты болсын деп тұрған соң қошеметтеп қояйық. Бүгінгі осындай қуанышқа келіп жатырмыз. Қырықмылтық ауылына, Айтқұл әулетіне келін алып кетуге осындай жақсы салтанатпен қарсы алып жатсыздар. Көп рахмет. Енді өзім қырықмылтық болғасын өзіміз екен деп жатырмыз ғой. Сіздерге де құтты болсын, дана келін болсын, дара келін болсын, жан сая деген атына лайықты жанымызға сая келін болсын, құтты болсын. Бәрекелді, сіздерге де қолдарыңыз құтты болсын дейміз. Олай болса үлкендер сырғалым атанып жатырған аруымыздың маңдайына сүйіп, бақыт тілеп қойыңыздар, маңдайлы болсын, абыройлы болсын деп қошеметтеп қойыңыздар. Бәрекелді, сырғасының көрімдігін ұсынып, ақ тілеу баталарыңызды жолдасаңыздар. Үлкендер маңдайына сүйіп қойыңыздар.
рахмет. Ал енді үлкен әжелеріміз, аналарымыз баталарыңызды бере қойыңыздар. Қош жеңгесімен бірге Жансая аруымыз көтеріліп батала қойыңыздар. Ал мына төрдегі аналарыңыз бата бере қойыңыздар. Әжесі бере қойыңыздар. Әжесі. Бере беріңіз. Естіледі ғой үйленші айтайын. Ал, міне, қызым інім енді бір жағын мен алайын барған жерінде тастай батыр судайсың дейсің. Жолың болсын, жолыңа қыдар ата жолдасың болсын. Еші бақта жығылма құлым, жығылсаң бекет адам қолдасын сөйлесің қоса атам бейім. 360 сәуле иығыңдап періште жақсылығын берсін. Барған жеріңде әр атқан адымың бақыт пен дәулет әкелсін. Үйіңе берекет берсін, берекетімен жаным берсін, жаныменен малым берсін. Басыңды аман қылсын, бауырыңды бүтін қылсын. Құдайым екі балам тек бақытты жақсы семьялы болғайсың. Не тілесең тілегің қабыл болсын. Біз бер құсаған ақсақалды кемпірмен шал болып, шөк шөбере көріп, өсе бер, талабың таси берсін, өркенің өсе берсін. Осы бата беріп жатқан аналарымыздың жолын берсін, абыройын, бағын берсін, бейнетін бермесін, зейнетін берсін дейміз. Ал жеңгелері қызымызды бөлмесіне алып кетуге ұқсат. Одан әрі рәсімдерді жалғастыратын боламыз. Баян апам қайда? Баян апа келіп. Şehriye kadesi. Alın, ortadağılarda ala koyunuzlar, odan әрі тәмдерін ашсын. Кішкентай балалар, дастарханды баспайық, дастарханға құрмет қайда? Үйде дастарханды баспаймыз ғой, солай ма? Ал енді кішкене әдеп сақтап отырайық, камераға түсіп отырсыздар, интернетке жүктеліп кетесіздер.
Бакалдарды әкелмей қош бакалдарды. Екі ауылдың дәмі араласып дастарханға беріп жіберіп сөгелді бір келді шеге үлкендер реніш болмасын. Уақыт алмай мына ер азаматтар күтіп қалды деп жатырмыз. Мынаны барлығын осы әулеттің келіндері дастарханға апарып, құя қойыңыздар, сол жерде барлығымыз біргелікте ауыз тиеміз. Құдалармен бірге. Ал реніш болмасын, дастарханға қарай тіке беріп жіберейік. Оны құйып тілек айтып отыратын уақыттың өзі тығыз болып қалып жатыр ғой. Асабада кеш келіп қалып жатыр мінекей. Ал енді үлкендерден бата алайық, дастарханы батасын. Сахи деген ақсақалымыздың үйіндегі үлкен мамамыз отыр, ендігі батаны сол кісіден сұрайын. Мама, бата бере қойыңыз ал. Қызметтегі келдер дастарханды жинап ала қойын. Ардақтағайын, тағы да қош келдіңіздер. Қадамдарыңызға гүл бітсін. Өздеріңізді қарсы алып жатырған ақ ниетімен, ақ дәмімен, мынау енді шаңырақ астында сіздерге иіліп төсеп, жайылып жастық болып қызмет көрсетіп жатырған Шоғы Батырдың ұрпақтары Қырықмылтық ауылы Аймағамбеттер әулеті Жапарбай ағам мен Баян апамның шаңырағына тағы да қош келдіңіздер. Қазақ осы құда бол деп қинайтын, қазақ осы дүние мен малыңды, оңды солды шашу үшін жинайтын дейді. Бүгінгі әулеттің жиған тергені мал баланың шашуы, шашса кетер ашуы демекші, ашылып төгіліп, шашылып сөгіліп жатырған Аймағамбеттер әулетіне бір қол соғып қошеметтеп қойыңыздар. Тойымыздың төрінен орын алып жатырған, құдайы қонақ болып келіп, құда деген лауазымға ие болып жатырған Батасы Қабыл Қосай, Айтпыл ауылынан келіп жатырған қонақтарымызға, жаңа құдаларымызға төрден алған орындарыңыз құтты болсын деп қошеметтеп қояйық. Құдалықтарыңыз мың жылдық болсын, күйеуліктеріңіз 100 жылдық болсын. Әдемі құрама басталып кетіп жатыр мінекей. Жаңа өмірге өздерінің жүрек қалауымен қол ұстаса аттанғалы жатырған Ринат баламызбен Жансая қызымыз екі рул елдің арасына алтын көпір салып жатыр. Ендеше салынып жатырған алтын көпірлеріңіз бриллиант көпірмен жалғаса берсін деген жақсы тілегімізбен. Ал енді ас алып дем алып отырыңыздар. Бүгінгі тойымызда кеңінен дем алып отырыңыздар. Жалпы тойымыздың үлкен дастарханы Руслан мейрамханасында, мынау енді бүгінгі Жапарбай ағам мен Баян апамның шаңырағындағы құдаларға беріліп жатырған қонақасы шай, өздеріңізге көрсетіп жатырған сый құрметке разы болып, астан дәмнен ала отырыңыздар. Қойылып жатырған 90 түрлі тағамнан ішіп жеп отырыңыздар. Қазақта айтады ғой, досыңның тағамын қасыңдай же деп. Сол айтқандай астарыңыз дәмді болсын. Ендеше ақ тілекті, Құдайдың құдіретіне шектелмесін, айтылар ақ тілектер көп көрілесін. Қазақта аталы сөз, баталы сөз, ашады ылғи тойдың бекпердесін деп, тойымыздың әрқайсысы беташарын ашуға, жүректерінен тәтті лебіздерін шашуға, той түріндегі Қырықмылтық ауылының үлкендері, сонымен бірге той иелері Аймағамбеттер әулеті ақ тілекті ашып беруге ол сәт етіңіздер, ардақты ағайын. Mikrofon çalalım. Hürmetli ауылдастар, ағайын тумалар, жер-жақтар, жаңадан келіп жатқан құдаларымыз, Айтпыл ауылы. Міне бүгін үлкен мереке болып жатыр біздің Шоғы ауылында. Құдағайларымыз, адамдарымыз құтты болсын. Осы жер жасылығымыз ұзағынан болсын. Мына ақ дастархан жайылып, бүгін мына қызымыз Жансая сендер сырға салынып, осы ұзатылуға бағытталып жатқан екен. Мынау Жапарбай келініміз бен Баян келін, Жапарбай ініміз бен Баян келін құтты болсын міне. Бақытты болсын қызымыз. Өмірі ұзақ болып күйеу баламен жақсы бақытты жанұя болсын, алдыңғы қатарлы болсын. Соны тілекшіміз оған бата беруге
бәріміз жиналып отырмыз. Ұзағынан қуансын, той құтты болсын. Осы мына Айтқұл ауылы құда болып жатыр. Бұрыннан да құдалың Жекжат ауыл бұлармен бұрыннан да қыз алысып, қыз беріскен ауылымыз, нағашы жиенді. Бұларға да құтты болсын айтамын. Мерекелер болайын деп жатырған оң болсын, адамдары құтты болсын. 1000 жылдық құда болып, сол құдалығымыз ұзағына болсын. Сол тілек нағашылары мынау Сәкен бастаған қызымыздың қайсы ауылы? Орезек ауылы. Сіздерге де құтты болсын айтамын. Осы тойды жақсылап өткізейік. Сол тілегім. Сау болыңыз. Құрметті қонақтар, бәрін біліп отырсыңдар ғой. Інім Жапарбай, аян келді, Құрмұхан, үйде келді. Алда бақытты болсын. Енді үлкен ағамыз бар, 87-те. Ел осы ауырғырақ бар, 2 айтты. Ол келе алмай отыр. Қалған бәрі жақсы, алда бақытты болсын. Араласымыздан алды ғой. Араласа берек, әуелден де араласа болыңыз ба, құда Жекжат. Күнәдай oldu. Al bazar бақытты болсын. Toylar kutlu olsun. Japarlar bayan baqtlı olsun balda. Önüm ösüme amara şakası mong olsun. Kudalarına kadar da olsun. 1000 yıl kuda olsun. Toy bola seversin. Осы ауылдың үлкен әжелері. Әже барамыз. Әкен, маған бір қырқыншықта болып айтайын. Мына жақсы достар айтып жатыр ғой, достар қабыл бола берсін. Мен мына қызым бақытты болсын. Бір жағы төркінім менің. Бір жағы нағашымын, қарын нағашымын, Жапарбайдың нағашы апасымын. Бас аман болсын, бауыр бұты болсын, төркіндердің келіндерін құтты бола берсін. Әр атқан адымы бақыт пен дәулет әкелсін деп тілеймін. Қызыма тілейтін тек әр атқан адымы бақыт, дәулет, үйіне берекет, берекеті мен жанына әкелсін, жаны мен малына әкелсін деп тілеймін. Бастарыңыз аман болсын, бауырларыңыз бүтін болсын. Ел тілесе тілектерің қабыл болсын. Ал мен нағашы апасыда болып, қырқмықта болып сөйлеп атырым. Балдар екеуі бақытты, жақсы семьялы, қатарының алды болсын деп тілеймін. Қай ауылда тамақ ішіп жүрсіз, сол ауылда айтыңызшы, апа. Қай ауылда тамақ ішіп жүрсіз, сол ауылда айтыңыз деймін. Әзіл ғой әрине. Ал сенде жалғастырайын. Мен туған нағашы апасым ғой. Ойнаған сенде жалғастырайын. Ауылдың үлкендері болса. Көрімме бар батыр шерде. Қалай жалғастырайын? Аналар едім, айыларым ұшынып атқан. Жетінші қауым, қазақ құдалы адамдарын құтты болсын, жансая біздің бағы болсын, екі жаққа теңдей қызметтері берсін, қайны мен келіні бақыт тілейін сол, бақытты болсын. Сол жақсы күндерінде отырса берейік, Ал енді бата тілектеріңіз қабыл болсын деп, ақсақалдарымыз, ақ жауапты әжелеріміз ақ тілекті ашып беріп жатыр. Бір қоса қошеметтеп қойыңыздар. Енді бүгінгі осы шаңырақ иелері, той иелері Жапарбай ағам мен Баян апама да тілекті ұсынғым келіп тұр. Келе қойыңыз аға. Енді Жапарбай ағам да, Баян апам да ауданымызға белгілі, ақ қалапты абзал жандар, адам жанының арашашысы Алладан кейінгі. Сондықтан да мынау енді өскен өнген жапырағы жайылған әулетпен қыз алысып, құдамдалы жекжат болғалы жатқан құдаларға әрине бұрыннан да ауыл аралас, қойы қоралас бір ауылдың тұрғынымыз жаңа Молдахан ағам айтып кетіп жатыр, Баян менің ұстаздарымның қызы деп.
әкең өлсе де әкеңнің көзін көрген өлмесін дейді. Мынау енді жақсы тілге тиек етіп айтып жатқаннан кейін біздің де жанымыз сүйсініп қалып жатыр. Олай болса әдемі тілекті той иелеріне ұсынайын, қошеметтеп қойыңыздар. Құрметті құдалар қош келдіңіздер. Қазандарыңыз құтты болсын. Құдаларыңыз мың жылдық болсын. Мына жастар қосылып отырған бақытты болсын. Өмірсіз болып өре берсін. Барлығыңыз үйде де осылай той тілеймін. Той болсын. Құрметті тума туыс аға жеңешелерім, құда жекжат бәріңізге бүгінгі тойымыз құтты болсын, балдарыңыз бақытты болсын, қош келдіңіздер. Алған орындарыңыз ысты берекелі болсын, құдалығыңыз мың жылдық болсын, той қаласын, қызым бақытты болсын, сол тілеймін. Кейде ұлың ырысың, қызың өрсің дейді, өрсі кеңейіп жатырған той иелеріне жалынды шапалақтарыңыз болсын. Ендеше бір көрген біліс, екінші көргенде таныс, үшінші көргенде аттан түсіп қол алыс дейді дана қазақ. Келіп жатырған құдаларға бүгінгі қарсы алып жатырған құраманы осы әулеттің той төріндегі қонақтарын таныстырып өтсек. Тұмхан, жақсы, бұда жаңа тосқа бастаған бес ағамын құттықтық, өзіміздің жақын ағамыз тоса айтқан. Сосын Алпысбай ағамыз қол көтеріп, бұл да құттықтық өзіміз ағайындар. Қасында отырған Сақи ағам. Сосын Бораш аға, бер жағындағы, Алпысбай ағам бер жағындағы. Ағамыз жеңгелер бар осында. Еркін ағай, мінекей жоғары бер жағындағы отырған көйлектің Тұмхан деген өзім туған ағам. Оның бер жағындағы Мәжит деген жездем, үлкен ағамның Темірхан, қасымыздағы не? Ер адамдар осылар. Ер адамдар өзім. Мына жерде мен өзім айтып кетейін. Шолпан деген апам, үлкен апам жаңағы жездемнің. Қасындағы Ұлмекен деген ол жездеміз қазір жұмыста. Ақтөбеден келіп отыр. Қасында Мерует деген қарындасым Сахарда тұрады. Ол ағамның жеңгесі Зәмира деген. Көліктегі. Нағаш апам деген бастан білесіздер, жаңа айтты. Сізге таныстырып өтейін, ағаларым таныстырды ғой, енді мына столда отырған ең үлкен жеңешеміз, ажар жеңгеміз болады. Ода бер жағында өзінің туған нағаш апам Бақыт Ақтаудан келіп отырған, Жансұлу жеңешем, Дәмеш жеңешем, бер жағында Құдағай, Жібек Құдағай. Нағаш апамыз таныстырды, мына жерде Қанғай жеңешем, Жеміс жеңешем, Бақыт нағаш жеңешем, Кәмшат өзім туған сіңлім, Гүлла туған сіңлім, Жұмағұл жеңешем, Салтанат деген бөлем менің. Аяпа дейміз, Еркілай апам отыр, Маржан апам отыр, Мұсай апам, Әли апам, Жанар сіңлім, Сәбит деген ағамыз отыр. Осылар, Жанар деген сіңлім бар деп айттым ғой. Ағам таныса береміз ғой осы жерде. Өтен жоқ, бәріміз бір ауылдың адамдары. Қош келдіңіздер тағы да. Бәркелді, бата тілектеріңіз қабыл болсын. Енді бірдің атын білгенше, бірдің түсін білгенше, бірдің атын білдейді. Танысып жатырмыз, әлде тереңірек танысу мақсатында қолдарыңызға микрофон барған кезде тағы да одан әрі жалғастырып таныстықты арта береміз. Енді осы жерде Жапарбай ағаның бауыры, туған ағасы келіп отыр екен. Тұрымхан аға, аға тілек жалғастырамыз. Аймағамбет ата әулеті дедіңіздер, сөйлеңіздер енді. Төлеме алған жоқ қой да? Мен аттарыңызда түстеп жатқан жоқпын. Етірған менде ханның қызына да кемшілік болады. Бірдің аты аталмай түсі түстелмей қалып жатса деп, микрофонды қайтадан ұстап жатырған жайымыз бар. Енді бөтен адам келмейді ардақтағайын. Осы шаңырақ астында, дастархан басында жүрегімізге жақын, тілеулес, осы әулетте болсын дейтін жандарды жиып жатырмыз. Тағы да үлкен тойымыз қазір енді үлкен мейрамханада жалғасатын болады. Сондықтан да таныстығымыз одан әрі арта түседі деген ниеттеміз. Алғашқы тілекті ашып беріп жатырған ауыл үлкендері, Ақжауықта жерлеріміздің, ақсақалды аталарымыздың құрметіне тамаша ән болсын. Мекке ұлдарымызды ортаға шақырайын.
көрінсем тілегім қалдырмас аязға ызғарға алыбымыз қырдауым Жанеке қасымда сіз барда арайлы әрдайым әрқашанда биік көретін мені басқада менің әкем ең жақсы адам менің әкем ең жақсы адам қасиетке еңнің шыңына арнадым алғыс тағзым еш мектеп жете алмас құнына ең мықты ұстазым аңсайды ұлына әр әке елде жоқ бақ қонғаным жетеді мені шын жан әке сіз қолдадым әрқашанда биік көретін мені басқада менің әкем ең жақсы адам менің әкем ең жақсы адам әрқашанда биік көретін мені басқада менің әкем ең жақсы адам менің әкем ең жақсы адам ай бәрекелді әкелер болсын Менің әкем жақсы адам деген қонақтар болса қошеметтеп қойыңыздар. Әкеден асқар жоқ екен, әкенің сөзі ол екен. Қарайып жүрсе қасында ойын қайғы жоқ екен. Әкелердің, аналардың құрметіне орындалып жатырған алғашқы тамаша әнге Жапарбай ағамыздың, Баян апамыздың атынан ақшалай сый-сияпат мектептің орта шыққан. Рахмет, той иелерінің атынан ақшалай сый-сияпат тойларыңызға қайтсын. Өнер сатылмайды, өнер бағаланады дейді. Өнерді бағалап жатырған той иелеріне бір қосып қошеметтеп қойыңыздар тақтарға. Ендеше ақ тілегімізді одан әрі өрбітейік. Алдарыңызға келіп жатырған ыстық шайлардан дәмнен ала отырыңыздар. Ендеше тамаша тәтті тілегімізді солы жердің қасиетті сағасында, нолы жердің қасиетті ағашында, әркімнің жету керек бағасына, анамның ақ сүті үшін өмір бойы бәріміз борыштымыз нағашыға. Той төріндегі кәр нағашылар бастаған, өз нағашылар қостаған, бажа балқыздармен бірге ақ тілекті нағашылар ауылы бірге ағытайық. Нағашылардың көшін бастап келіп жатырған осы ауданымызға ғана белгілі емес, облысқа танымал республика көлеміндегі осы берекелі бейнеуіміздің құрметті азаматы Сақи ағамыз келіп отыр. Хибасов Сақи деген ақсақалымызға бір қол соғып қошеметтеп қойыңыздар. Әдемі ақ тілекті осы нағашы атасына ұсынайық.
Сәлем бер жеңше, қалайсыз? Насырма, сау жасыма. Утро времени, утро. Сәлем бер. Амансыз. Құрметті құдалар, құрметті құдағайлар, адамдарымыз құтты болсын. Менің есім Сақи, жаңа айтып отыр ғой. Ал енді осы ұзатылайында отырған жиен, қызымыздың нағашысының, менің әкем Қибас дейтін кісі, 8 баланы өмірі келтіріп, тәрбиелеп өсірген кісі. Онымен қатар Медеш, Жиенбай дейтін кісілер бәрі жақын құмалас, жақын ағайын кісілер. Осы Сәду дейтініміз бар. Содан Медеш пенен Қибас екеуі бұрын пед институт бітірген. Пед институт дейтін, ол кезде 7-ші класста дейін сабақ беретін. Не деп аталады? Пед институт дейін. Учительский дейін. Соны оқытып жүргенде бұл кісілерге 9-ші, 10-ші класста емтихан алатын болғанда кейбір директорлар сіздерге емтихан алуға болмайды деген. Сол кезде Медеш пенен Қибас дейтін кісі екеуі нөкісті институтқа барып, сырттай пед институты аяқтайды. Пед институты сабақ беріп отырғанда Медеш ағамыз сабақтан кішкене беріп атқан сабақтан сәл кейіндеу келеді. Сонда бір Қарақалпақтың да өзбектің профессоры аузын асыбайдан толтырып алып, аузын қисайтып, нағыз жүре бер, шық деп кіргізбепті Медеш ағамызды. Сонда Қибас дейтін кісі жолдас профессор, ол Брежневпенен бірге соғысқан, соғыста болған, сіздерді қорғаған, сіз енді ондай әңгіме айтып тұрсыңыз. Брежневке де ауыздан оқ деген иектен, бұл Медешке де сондай оқ деген құлжаныққа. Сіз не айтып тұрсыңыз деген. Сонда жаңа профессор кешірім сұрап, өзі барып есікті ашқан екен дейді. Сондай қатар өскен, қатар неткен, Медеш ағамыз Германияда соғыс аяқталғасын 1 жыл болған. Сол ненің бір командирдің қасында кілт ұстайтын кісі кез келген солдатқа сенбейді ғой. Сондай таза ниеті ақ, көкірегі ақ кісі болған. Сол кезде сол Медеш ағамыз осы ағайындарға жаңа жібек матадан, енді кілт қолында ғой барлық материалдар, жайлап поселке жіберіп тұрған екен. Содан біздің шешелеріміз, ағаларымыз киім киген екен сол 46-шы жылдарда. Сондай мезгілінде болған. Содан кейін енді өмір келіп, Медеш ағамыз Жуастау, Жиенбай ағамыз кішкене бір аяқты беріп келген Ширақтау, сондайдан өмір құрып, мына 10 шақты бала, қыз өмір келіп, жапырағы жайылған. Сондай реттері болған, сондай аралас, тумалас ауылдарымыз. Ал одан кейін мына баланың үлкені Қоблан институтты қызыл дипломмен бітіріп, ол кездерде шетелдерде жүріп, ұлтың басқа болып, басқа ұлттың ішінде институтқа түсу, институтта оқу, жоғары білім алу дейтіндер кез келгеннің қолынан келмейтін шаруа. Кез келгеннің қолынан келмейді. Ал сол кісілер институтты қызыл дипломмен бітіріп, үйленіп, келініміз де, Қоблан да жақсы оқытушы болды. Мектептің директорлығына дейін көтерді. Алла тағала біреуге өмірді көп береді, біреуге өмірді аз береді. Жас балдар елі әлі сүт аузынан кетпей тұрғанда, ол келініміз өмірден өтеді. Одан кейін өмірдің Алланың ісі ғой, Қоблан өмірден өтеді. Сөйтіп балдар ер жетіп, бәрі үйлі болып, күйлі болып, Маңғыстауға келіп, үйлі болып, күйлі болып, жапырағы жайылып атқан реттері бар. Міне Жапарбай менен Баян бірге Самарқандта оқып, сол кездерде Самарқандқа медицинға түсу кез келгеннің қолынан келе бермейтін шаруа.
конкурстар көп, аудиторияттар көп, 7-8 аудиторияттан бір бала ғана оқуға түседі. Сондай қиындық кезде оқып, қол ұстасып, тұрмыс құрып, мына балдарды өмірге келтіріп, міне екеуі де абырайлы дәрігер. Жапарбайды бүткіл ел біледі. Бүткіл шөпірлік бір алатын болсаң, мылтық ұстайтын болсаң, бір жерге қызметке өтетін болсаң, бәрі Жапарбайдың алдынан өтеді. Сау болсын, әңгімесі дұрыс, елге сыйлы, беделді азамат Жапарбай. Ал енді мынау балдар ер жетіп келсін, бір қызымыз болса, бір дұрыс жерге құда болса екен, дұрыс жерге ұзатса екен, дұрыс жерден бір абырайлы болып, біздің қызымыз ары қарата өмір сүрсе екен деп армандайды. Сол армандары орындалып, балдар оқу өтіріп келіп, ер жетіп, әке-шешенің, ата-бабаның жолыменен ұзатылғалы жатыр жиен қызымыз. Бұл енді әке менен шешенің жақсы берген тәрбиесі деп есептеймін. Ал енді қызымыздың баратын жері Қосай ауыл, елге беделді, берекелі, Яхия дейтін сияқты, мына бас құда болып келіп отқан ініміз сияқты елге белгілі азаматтар көп ауыл бұл. Өскен ауыл, өнген ауыл. Бұл педагогика саласында қызмет істеп жүрген папасы да солай. Талай ұрынқылес болғанбыз папасыменен. Ой, інім-ай жақсы, анда-санда ағаның қадірін білетін. Осыда іні осы бірде жарырау құйып қоятын дейтіндер. Сау болсын. Солай ағаларымыз болды. Міне соның тәрбиелерін алған. Міне бүгін аудандағы үлкен мектептердің, республика белгілі мектептің қазір соның басқарып отыр. Сол сияқты үлкен ауылға бара жатыр. Беделді ауыл, абырайлы ауыл. Ал енді баламыз, жиеніміздің жолы оң болсын, құтты болсын деп тілегіміз бар. Бұл енді Атақозы батыр бүткіл елді адайлы Осман қалып келіп, орналастырған мынау ескі бейлеудің қасына үлкен төбе болып, қазір үлкен батырлар аллеясы болып атқан ауыл. Атақозы бүткіл елге, Қазақстанға белгілі батырлардың бірі. Ал мына Шоғы батыр да кем емес. Бұл қазір бүткіл елге белгілі. Жаңадан ұйымдасқан облыстың орталығында сол жерде жатқан кісі. Оның бер жағы Сармыс батыр дейтінде елге белгілі, бүткіл елді қорғаған, қылыш кез келген адам белінен қылыш байлап, шопақ шолып көтермейді ғой. Елге белгілі азаматтардың бірі. Ал екі жаққа да талаптарыңыз оң болсын, құтты болсын. Қызымыздың барған жері тастай басып судай сіңсін. Енді сол екі дәрігердің айтқан ұлағатты әңгімелерінен қорытынды шығарып, сол елді бақытты қылам емес, бақытты болам емес, бақытты қылам деп барсын. Үпірі шүпірлі болсын. Екі жаққа да теңдей болатын болсын деп тілектеріміз бар. Ал енді бәрі оң болсын, құтты болсын, ұзағынан қуансын. Бәрі осы дастархан басында отырғандарыңыз бәріңізге де жолсты болсын. Қыздарыңызды ұзатып, келін алып, сондай денсаулықтың арқасында жайлап жүре беріңдер дейді тілек бар. Ал құтты болсын, оң болсын. Ал енді мына кепейден отырған қызымыздың орнына келін келсін, шаңыраққа беделді болсын, абырайлы болсын. Кеткен қызға орын жоқ, мен көп жер кетті, енді орнына келін келеді. Сондықтан барған жерді тастай батып судайсың. Сіңімді болсын деймін. Оң болсын. Жапарбай баян, балдарымыздың бақыты болсын дейді. Барған жерді тастай батып судайсың. Екі жаққа қызмет берсін дейді. Өр жағалында тұрғанда олдарың құтты болсын. Бағымыз құтты болсын дейді. Мен мына баянның нағашым. Құрметті бүгінгі тойға жиналған тойшы қауым, Қырықмылтық ауылында міне бүгін үлкен той. Бүгін Жапарбай мен Баян алғашқы қызықтарын қызықтап, қызын қияға қондырып жатыр екен. Барған жерінде бармақтай бағы болсын. Айтқылаумен келіп жатқан құдалар, келген қадамдарыңыз құтты болсын. Бұрында құдандалы адамдарымыз, Молдақа менің туған құда балам, құда болып жатырмыз. Жақсы ауыл деп бәрі де айтып жатыр, мақтап жатыр.
сол барған жерінде тек мына қызымыз бармақтай бағы болып екі жаққа жаңағы қызметі бұйырсын, сендердің тек жаңағы жүздерің төмен түсірмейтіндей жаңағы ақ адал жүрегіменен барып сол үйде қызмет жасайтын сіңіп кетсін, тек үлкен бір отбасы болсын. Жанна Сақи ағамыз айтып жатыр ғой, бәрін таныстырып арғы жағынан бері қарай сау болыңдар. Сол апа жездеміздің жаңағы көрмей кетті ғой енді қызықтардың балдарының. Солар тек жаңағы рухтары шат болып жата берсін, сіздер желеп жүре берсін. Осы баян оқуға түскенде үйде тақымын қысып, әр жаңағы экзаменге кеткенде жаңағы қашан түсіп кеткенше жаңағы жүрегі шәукілдеп отыратын еді, мен қасында болдым. Оқуға түспесінде әр жаңағы күні пойызға шығып вокзалға кім кетеді Самарқандқа тамағын жаңағы күнде жіберіп отыратын еді апам. Ақ үстіне ақтап, жақсы оқуын бітіріп, бұлдай үлкен отбасы болып жатыр. Сол балдардың барлығы да үйлі болып осындай кеткеніне қатты қуаныштымыз. Әйтеуір тілектеріміз тек бір тілектерін тілеп отырамыз. Бақытты болсын, орыстерің көбейіп жатыр. Өткенде де Бауыржан қызын жатты, енді міне бәрі ер жетті ғой енді. Тек сол балдардың жамандығын көрмеңдер, өрезек ауыл сіздерге де құтты болсын. Қолдап, қоштап осы балдарды жан-жақтан қаумалап жүргендеріңізге сіздерге мыңда бір рахмет. Тек жамандықтарын көрмейік осы балдардың. Тек ұлды ияға, қызды қияға қондырып, тек тойға келек барлап, енді осы үйге ақ адал аппақ келін келсін. Сол тойда бәріміз басымыз аман, бауырымыз бүтін отыра берейік. Той қаласа берсін. Жиенбіз балдарымыздың бақытты болсын, барған жерінде адам келін болып, көмекті бөлсін бәріне. Осылай барлығымыз бала жұмыста болсын. Әжеге берші. Ол ана әже қосылам деп отыр. Еркіменен борыш сөйлемеймін. Нағашылар ал микрофонды алып тілек жалғастырайық. Жақсы құрметті тойшылығын қош келбасыңдар. Шақ білектер айтып отыр, пешті әумендесін. Ағам жақсы нелерін айтып кетті. Мәй жасықтарының бәрі. Ал Жаппарбай баян жансая жеңіңіздің жолы болсын, бақытты болсын өзіңде. Аз жақсы, баян Жаппарбай тойларың оң болсын, алғашқы тойларың құтты болсын, жиеннің жолы болсын. Құдалар қош келдіңдер, орындарың құтты болсын. Аманшылық болсын, дастархан тойға жайылсын, аманшылықта келгесін. Баланың жолы болсын. Ал енді Қасым Жапарбай айналайын. Алғашқы тойларын ғой енді. Мағазан мына көксілер айтып жатыр, оның бәрі орынды, бәрі рас. Енді қасамыз ғой, біреу ерте, біреу кеш кетеді. Шүкірсіздер, бәрін де есейтіндер, бардарын аяқтандырып жатсыңдар міне. Оң болсын, тойларын тойға бассын, жақсы келін келсін шаңырақтарыңа. Ауыздарың бір болсын, аман болыңдар, Аллам абырайдан айырмасын. Өте жақсы семьясындар ғой, абырайлысындар, халық біледі, егіңді де біледі. Аманшылықта тойда кездесейік, тойларың тойғыласын. Жансаяның барған жеріне бақытты болсын, тастай батып, судай сіңген абырайын келін болсын. Аманшылық болытсын, барып атқан жері танитын ауылы ғой енді. Қара көзбен іргелес көрші тұрдық, бір наты бөліп жетіп баяғыда. Оң болсын, құдаларда келген қадамың құтты болсын. Той тойлап, аманшылықта жүре берейік. Менің тілегім сол, тойын тойғыласын. Айтады ғой.
İkinci iş aytası mı? Bana ake bir şey yapma. Ay, tamam. Şaldan kosulan demek negisi. Balamız baktı, Allah'a kadar mıydı? Koşu bağlı. Kayınsınım. Men сол кісінің қызымыздың әкесінің менің жаным құрдасы Жандай. Құрдасымның қызы еді. Иманды болсын. Шет жағасын көрдік бір келіп шай ішіп кеткені бар, содан кейін көре алмай қалдық ол кісіні. Енді бір ауына бара жатқан шығар. Ал мына екі бала бақытты болсын, бақытқа бәрі сияды. Ұзағынан болсын, манадан бері мына жақсы тілектерді айтып жатыр үлкен кісілер. Періштенің құлағына шалынып қабыл болсын. Барған жеріне тастай батып судай сіңсін. Кеште де айтамыз ғой бұйырса. Екі бала бақытты болсын, бақытқа бәрі сияды. барған жерінде тастай барып судай сіңсін. Келді. Осы үйге келіп, жақсы келінсін, оны қызыққа жүре. Белдері сау болсын. Осы бала қызым қызықтап жүре беріңдер. Сау болың. Айнағайын сенде. Мынаға да нағашылар бар, аяпасы бар. Алғашқы қуаныштарының дастарханын тойға жайылсын. Төрден алған орны құтты болсын. Айтты бауылы. Жаңа айтып жатыр ғой, менің әкем жақсы адам деп. Біздің әкелеріміз қандай адам еді? Көзі көргендер бар еді. Мен бір мектепте оқыдым. Әкелеріміз мұғалім ұстаз болды. Көріп өстік, бір ауылда өстік бәріміз. Жақсы көз көрген жерге барыңдар деген оң болсын. Топақ-құдаша оң болсын сіздерде. Бауырымыз. Барған жерінде бағы болсын. Ал баянның айналайын анау. Жансаяна туғаннан көзін көрді. Жиеніміз, бауырларымыз. Осыдан кейін жақсы келін болсын. Келін болсын. Тойғыласын. Ал енді бірыңғай бауырлары, осы Жансаяның нағашы апалары, сыртта да қызметте ағалары, жеңгелері отыр. Барлық енді мейрамханада тілекке қосыламыз, сөйлейміз деп жатыр. Жалпы жақсы адам қосыла шақпайды, жақсы адам қосыла салады деп. Қосыла салып жатырған жақсы адамдар үшін бір болса қошеметтеп қойыңыздар. Үшіліктің ұлысы деп, ұлығы деп, сөзінің бұрынғының дұрысы көп. Мен сені жақсы көрем нағашам, аяулы анашымның туысы деп, мінекей той төріндегі кәрі нағашылар бастаған, өз нағашылар қостаған, бажан балыздармен бірге әдемі ақ тілектерін ағытып жатырған нағашылардың тәтті тілектері қабыл болсын. Ендеше тамаша ән нағашылардың құрметіне, жаңа құдалардың құрметіне, той қонақтардың құрметіне қабыл алыңыздар.
садақтағайын. Мереке құтты болсын, той құтты болсын. Мынау енді кеше 5-ші қазан ұлағатты ұстаздар мерекесі деп жатырмыз. Алты алаштың басы қосылса, төрдегі орын ұстаздікі дейтін, ұстазды ұлықтайтын елдің ұрпақтарымыз. Сондықтан да той түріндегі барлық ұстаздық еткен жалықпас үйретуден балаға деп, осы ұстаздық қызмет етіп жүрген, ұстаздық қызметімен зейнеткерлікке шыққан төрдегі ұлағатты ұстаздарының баршасын мерекемен құттықтайын. Bir болса қошеметтеп қояйық. Және сонымен бірге бүгін есеп-қисап қызметкерлерінің күні екен. Осы жерде бір жеңешеміз бар. Бұқайтыр жеңешемізге де бір болса қояйық. Мерекелеріңіз құтты болсын. Екі тойың қабат болсын, екі дүниең абат болсын дейді. Барлықтарыңызға көңіл күйлеріңіз дәл бүгінгідей көңілді болсын дегіміз келеді. Ендеше әдемі ақ тілекті одан әрі жалғайтын, тәтті тілектің тұмағын тағатын, әулеттің құдай қосқан құда-құдағилары, құдай қосқан іргесі отты көрші ағайындар атсалысып отыр. Ақ тілекті құда-құдағиларға ұсынамыз. Жібек құдағай дейді енді, осымен бірге дейді. Рахмет, тойларыңызға қайтсын. Жаңа құдаларымыздың атынан тойларыңызға қайтсын. Әдемі шай ішіп отырыңыздар. Тойшы қауым, құрметті құдалар, Көрезек ауылы, Құл ауылы, екі балаңыз жақсарбай баян, балдарының жолы болсын, бақытты болсын. Жақсы жағынан көрмей берсін деп. Тойшы қауым барлығымызға той түсейік. Дастархандасын достырған. Ендері мысалы бастары ана осындай тек тойға жинала берін. Жаңа құдалар, келатқан қадамдарың құтты болсын. Осындай тек құдалық болсын, жасағандар. Құтты болсынар, бақытты болсын құдаларың. Бәрекелді, құда-құдағилардың ақ тілегі қабыл болсын деп қошеметтеп қояйық. Олай болса тамаша тілекті тойымыздың төріндегі елші болып келіп жатырған жаңа құдаларға ұсынғым келіп отыр. Берекелі бейнемізге, ауданымызға, облысқа танымал той төріндегі өскен өнген жаңа Сахи ағамыз тамаша айтып кетті. Абыройлы ауыл, өскен өнген жапырағы жайылған ауыл, Қосай Айтқұл ауыл деген бір керемет ауыл. Яхия ағаларын бастаған ағаларымыз бар. Енді осы бүгінгі құдалардың көшін бастап келіп жатырған менің ұлағатты ұстазым, төрдегі Молдахан ағам бастаған құрама төрден алып жатырған орындарыңыз құтты болсын. Қарагөз апайымызда 29-ші үйде көрші тұрдық. Азаматынан ерте қалып, осы балаларын өте қиындықпен екі аяғын ат етіп, екі қолын қамшы етіп жеткізді. Бүгінде мінекей сол бейнетінің зейнетін көріп жатыр екен. Алғашқы немере қызықтағалы жатыр екен. Тәкең мен кімнің қазынаның баласы ғой деймін, солай шығар, тәкең мен қайнағам аттас, сосын айта алмай жатырмын. Ал төрден алған орындарыңыз құтты болсын, құдалықтарыңыз 1000 жылдық болсын, күйеуліктеріңіз 100 жылдық болсын. Өздеріңіз әдемі ақ тілектеріңізді жолдауға микрофон ұсынайық. Рахмет, ассалаумағалейкум баршаңызға, тағы да құрметті қонақтарымыз, керемет құшақ жайып қарсы алғаныңызға рахмет. Той күнде емес күнде дейді. Біздің уағдаласқан күнімізден келіп жатқан жайымыз бар. Біз бұдан бұрын енді үйдің төбесі көрініп тұр, танитын, білетін жерлер үндемей алып кеткеніміз ыңғайсыз болар деп келіп бұдан түскен болатынбыз. Сәкен осы шетелде жеңешемменен қол ұстасып білмей, бір жақта жөнетіп Тұманда Альбион деймін, бір жақтарда білмеймейді. Сол Сәкен болған жоқ, бірақ қалған тума туыстар осында болды. Сол кезде де осы ауыл, осы әулет осындай көргөсір дастархан менен тамаша құрметпенен бізді қарсы алды. Ағам деп қарсы алды, ағам деп шығарып салды. Жаңа айтады ғой, қазақтың туғанымды көргенім жоқ, өлгенімді жыламайын. Біз Баянды, біз Қобынан ағамның әулетін, Медеш ағамның әулетін бәріміз өнгенін, өскенін көрдік. Мен Еркін ағамның, Қарасай марқұм, Қобынан ағамның, Қуат ағамның туғанын көрдім деп айта алмайын. Бірақ мына Сәкен Сейфуллиннің келісті кісі бар қазақта. Өте сұлу кісі болған екен. Сонда Сыбабай мәулен Сәкен Сейфуллиннің бір мерекесінде айтқан екен. Өлімге жан әкелсін қия алмайтын, өлеңнің құшағына сия алмайтын. Қазақты көргім келсе, мінесі деп көрсетсе жер үстінде ұялмайтын деп айтқан екен. Сондай марқұм Қарасай ағамда, Қобынан ағамда, Қуатта қазақтың жігіті, адайдың жігіті міне осы деп елге таныстыратындай көрікті, бойлы, әдемі жігіттер болды.
бойымна қаса қатар ойда бұл. Қарасай ағамыз дәрігерге бергісіз фельдшер болып, Қобылан марқұм дейтін мектепті медальмен бітіріп, Сақи ағам айтып өтті ғой. Ол заманда үсті қызылға бітіреді дейтін жоқ. Мың адамның біреу бітіретін шығар. Керемет өте сауатты математик болды. Өте сауатты мектептің басшысы болды. Таңғалатымыз бұл жердегі жерде сабақ беріп жатыр екен. Үйіне барғанымда, барған сайын барып тұрам. 7-8 кітап тұр. Мен дейтін мынандай болып тұр ғой. Ол еще тағы орыс тіліндегі математиканы, вышматиканы оқып жатқаны. Сонымен сабақ береді екен. Біздің мұғалімдеріміз қолындағы қазақша кітапты оқытып алса да деп қойдық сол кезде. Сондай керемет. Оның бер жағында Айжан апамыз да біздерге сабақ беріп, мектептерде сол кездерде. Ол менің туған құдашым, жаңа Бақыт құдаш айтып өтті, оны Темірхан құда балам. Өте бір керемет адамдар еді. Құдайға да жақсы келеді дейді. Керек дейді ғой, Алланың шығар, өмірден өтті. Медеш ағамнан бастап сабақ берді. Жалпы Құлжан бір әулеті, Медеш бір әулеті жанымызға жақын. 2 томайы болса, біреуі болса Медеш ағамның шаңырағы болды. Осы келіндердің көбі біздің ауылға келін болып түскенде, біз осы бала болсақ та сол жерде жүрдік, әке-шешеміз қызметте болды. Енді мына Жапарбайдың жағы ренжімес, енді мен өзім айтып жатқан, білетін жерімді айтып жатқаным ғой. Оның бер жағында Жапарбаймен таныс болдық, құда болдық, күйеу болдық. Біздің талай шаруамызды осы жаңа айтып отыр едім, талай Бәлжедағы шаруамызды Жапарбайға тапсырып қойдым. Мен де смотрю, өтпеймін Жапарбайға тапсырып кетеді. Оның бәрі жақсы сүйгіден түгелмен еді ғой, адам түріне қарақты адам танимыз, Қырықмылтық ауылда керемет ауыл. Дүйсенбек ағамыз өзіміздің осы бастаған енді. Мына жақсыны жаман жатқа жіберме дейді. Балдардың өзі танысты, табысты, біледі бір-бірімен. Біздің баламызды жаңа айтып отырсыздар енді Қарагөз жеңгеміз бастаған ағамыз ертілік марқұм болды. Қарагөз жеңгемізді осы біздің ауылдың ұйқысы болып жүрген жеңгеміз енді кәдімгі. Шаруаның бәрінің басқасында еркек жалды азаматтың орнында жүрген азамат балдарын оқытты, әрқайсысына бір үй салып беріп, барлығында әлі сол қарекең басы қасында жүреді. Қадамдарымыз құтты болсын, балдарымыз бақытты болсын, жақсылығымыз көп болсын. Сақи ағам сияқты елдің баталы ақсақалдарының тілектері қабыл болсын. Қай-қайсыңызды білген емессіздер, қай-қайсыңыз туралы да мен әңгіме айтып бере аламын. Сондай сыйластығымыз арта берсін. Жаңа Сәкең айтты ғой, қызды жақсы жерге берсек дейміз, келінді жақсы жерге алсақ дейміз. Сәкең екеуміз осы біраз жерге құда болып барған екенбіз. Сәке солай емес пе? Ер жерге бар. Не бір салт дәстүрді көрдік. Бірақ өзіміздің мына үйреніп қалғанда қазақилыққа бір-бірін танитқа ештеңе жетпейді екен. Менің енді қасымдағы өзімнің жолдастарын таныстырып өтейін. Бөтен адам жоқ. Енді Қарагөз Кенжеғали ағамыздың марқұм тумаластарының көбін Ақтөбе жағында, Диар дейтін жерде. Қазір Диардағы біздің де Айтқұл ауыл бар үлкен, сол жердегі ағайындарымыздың барлығы қазір Ақтөбе қаласына барып жатыр. Әбдірахман дейтін інім осында Бейнеуден начальник ДС болды, Өзенде болды начальник ДС болды, Нұрсат кетті. Қазір Ақтөбе қаласында тұрып, қасында отырған бұнда келін бар, осы Бейнеуде тұрып кетті. Бұларды азды көпті сіздер бір адам біледі, бір адам білмейді. Жүсіп дейтін ағам бар Ақтөбе қаласының, соның үлкен баласы Әбдірахман ініміз қазір менің қасыма келіп отырған. Оның жанында отырған мына Тыныштық пен Қазина дейтінде Жылданбай дейтін құдамыз марқұм болып кетті. Дияда тұрған Қырықмылтық бұларда. Сол Қазинаның інісі құда бала Өмірбек дейтін 84-ші жылғы бала үйленбеген бойдақ. Өшін айтып қояйын. Өте керемет бала малды маңғыртып айтап отырған енді түрлі шаруамен келіп отырмыз, Жапарбай жаңағы сүт сұрай келіп отырып, одасын жасырма дейді ғой. Алла берсе жанымызды қаламыз деп отырмыз ғой, одан кейін де тәмеміз бар деп отырғанымыз ғой, орынға есінде болмыз дейді. Елдің ортасында көз жүресі орынға енді. Сосын енді сол Қырықмылтық ауылынан келіп отырған келін, қазір бір рәсім жасап отырған бір келініміз, атында білмейді екенмін. Тілекші бұл ниеттес болып отырған. Сосын енді жаңа Яхия ағамыз айтты ғой, біздің Айтқұл ағамның президенті, сол Айтқұл ағамды, Яхия ағамның інісі Жаңбырды білесіздер, марқұм болып кеткен Айша екеуінен де сол Айшаның Жаңбыр ағамның келіні Мәрзия келініміз. Осындай құрамда келіп отырмыз. Өте ризамыз. Құда деп емес, тумам деп, ағам деп, жолдасым деп қарсы алып жатсыңдар.
біз құдамыз деп отқан жоқпыз. Сәкен қалай отыр, Дүйсеков қалай отыр, мен де артында жақын жайында отырмын. Өзім деген еді. Барлығымыздың мына екі жасты қосқанның сауабы бар дейді ғой. Барлығымыздың осы жердегі жиналып мақсатымыз ол Ринат пен Жансаямыз үшін ғой енді. Сол енді осындай сіздер де өскен өнген, біздер де елге танымалы жан-жақта әулеттен шыққан балдар енді ата танып сүйексіндірмас деп ойлаймыз. Бәріміздің тілегіміз қабыл болсын. Қош келдік. Рахмет. Қосыламыз. Енді қосылған қонаққа приз бар деген сыйлықтар еді, мейрамханада беретін боламын. Өмірбек сен бала өзіңді көрсетіп сөйлеші айналайын. Нағашысы ғой, сөйлесін. Өзің алдыма екі жас бақытты болсын. Екі ортада жол болсын. Мен де қылықтың тұрлы боламын. Екі бала бақытты болсын. Ал енді мына Ақтөбеден келіп отырған Ақкөйлекті құда тілекке қосылған деп жатыр. Сізге әулеттің атынан осы той иелерінен сый сияпат тілекке қосылған қонаққа деген сыйлық. Мейрамханада да сыйлықтар болады енді. Әртүрлі ойындар болады, атсалысып тойдың жақсы өтуіне үлес қосып отырыңыздар деген ниетпен мынау той бастар кәдес деп қабыл алыңыздар. Бүгінгі әулеттің беріп жатырған барлық жеңгелері қосыламыз деп жатыр. Сырға салып жатырған жеңгелеріне қолдарыңыз құтты болсын дегіміз келеді. Елші болып келіп жатырған, той бастап келіп жатырған құдаларымызға қолдарыңыз құтты болсын дегіміз келеді баршаңызға. Төрден алған орындарыңыз мәңгілік болсын. Ендеше тамаша әнді Құдай қосқан құда-құдағилардың құрметіне жолдайық. Жақсы адамдарым, алынбайтын тасқа малдарым, сендер аман болыңдар, жақсы адамдарым деп осы 40 мылтық ауылының азаматы, берекелі бейнемізге танымал, әрі асаба, әрі ақын Сәндібек Ботабаев деген ақын ініміз бар. Авторы. Сол ініміздің сөзіне жазылған жақсы адамдарым деген әнді орындап алып тұрып қабыл алыңыздар.
жақсы адамдар үшін болса қояйын. Бәрекелді, той иелерінің атынан, Аймағамбет Төреәулетінің атынан, жаңа құдаларымыздың атынан, нағашылардың атынан. Рахмет. Рахмет, енді келіндеріміз ыстық-ыстық шайларымызды жүргізе отырайық, әдемі ақ тілекті одан әрі өрбітейік. Жарты құртты жарба кеп беретұғын, жанына жақын тартып жүретұғын. Мен кезекпен апаларға сөз берейін, жастарға ақ тілегін айтсын бүгін. Пайғамбарда күйеулерін сыйлаған, бауыршын қарындас қой сыйладым. Сөз кезегін берейікші жездеге, ақ тілегін ақтарсыншы арнаған деп, апа жезде, қыз күйеу, жиен бөлелер, ағалар алтын жеңгелер, қазыналы көмбелер, зерге кім бар теңгелер деп, аға жеңге, ініге тума туыстар, туы жылмаған туысқандар, ақ тілекті бірге жолдайық. Assalamualaikum kurmet koraklar. Vay apay. Assalamualaikum kurmet koraklar. Ben осы Жапарбайдың үлкен жездесімін. Бұдан 45 жыл бұрын апасына шолпанды алып ашып бердім. Бұдан бері мемлекет жасында біразға бар. Сонымен үш қызды тұрмысқа шығарып, үлкен азамат болып отырмыз. Елменен де бүгіннен бастап шаңырақ көтеріп отырған 2 жас бақытты болсын. Өсіп өнсін. Осы апасы шолпан қандай болса, осы мына қызымыз да сондай болсын. Осының бәріне себепкер біздерміз ғой. Ертеңі жақсы болса, әкеңде болады деген. Осы балаларды айтып отыр, бәр жағдайларының бәрін өттік, біттік, оқыттық деп. Осы Матай деген анағыз Ақтөбеде тұр, бұл врач қыз. Мана балада врач. Ана біреу, тағы біреу бар, атын бұғалдыр. Осылардың бәрін мен қайнатам оқытып едім. Апай қарапайым путист болды. Бірақ ол министрмен министр, әкіммен әкім, бандитмен бандит болған адамда. Сондай бір күшті адам болды. Ол мен қайнатам демейді, енді әкем деп адам болғанда. Сонша айтып отырмын, елдің жақсы болса әкеммен тең деп. Енді мен не деймін сіздерге? Осы ақсақалдардың бәрі жақсы деп білдірді. Осы 2 жастың бүкіл шаңырақ көтеріп отырған құтты болсын. Бақытты болсын. Осы бір қазақтар сөзі бар. Балам адал болған келінім адал болсын деп. Барлық кезде осы қызымыз адал келін болсын. Өз-өзі сіздердің шаңырағыңызға аманшылық тілеймін, ауызбіршілік тілеймін, мол табыс тілеймін. Ал балдар бақытты болсын. Әміне бір бүгін қойшы қауым жансаяның себебімен дастархан басына жиналып жатырмыз. Ініміздің өрісі кеңейіп, қызын құттығына қондырғалы отыр. Барған жерінде бағы болсын, дені сау болып, өсіп өн, қуанышы көп болсын. Мейірімді бір келін болсын, мына келген қадамдарың құтты болсын. Айтылады ғой, жақынды алысы жақын қылған қыздан айналайын, асын дәмін келтірген қыздан айналайын деп. Жансаяның арқасында мінекей ағайын тума болып жатырмыз, Құдай жекжат болып жатырмыз. Құдағымыз 1000 жылдық, күйеуіміз 100 жылдық болсын. Барған қызымыз бақытты болсын күйеуімен. Сол жақсы күнде көрсек, дендеріңіз барлығыңыздың сау болсын, осындай тойда бас қосып отыру. Сау болсын. Құрметті қонақтар, манадан бері жақсы тілектер айтып жатыр. Бәрі періштенің құлағына шалынып, 2 жас бақытты болсын. Жапарбай, Баян, Жансая қызымыз бақытты болсын. Жерде тастайда жодай істесін. Бәрі Жапарбайды, Баянды мақтап жатыр ғой, мен Жапарбайды мақтап кетейін. Бауырым болғасын үшін емес, елдің кейіннен мақтап жатырмын, бәрі айтқаннан кейін. Жапарбайдың тәрбиесін алған қыз, ол шүкір мен 4-еу. 4-еу де алтын сақадай. Жапарбаймен сөйлескеніне қарап, мен суреткерсіз болатынмын. Әбден. Жапарбай мұғалімі де болды, досы да болды, ақылшысы да болды. Сол ақылды алған бала алдындағы өміріне азық болады деп ойлаймын. Жансая Ақтөбеде 4 жыл өзінің қолында өсіп оқығандай болды. Ақылды, көркіне сай, ақылы, ненің ақпен қаланы ажыратып білетін, ақылды, жақсы оқып келді. Мен жолымен оқу бітіріп келіп, аттанайын деп отыр. Мен сіңліме ақ жол тілеймін. Бақытты болсын, барған жерін бақытты болсын. Қосағымен қосағарсын, бір жастықта бір тең жартайсын, еш жамандық көрмесін. Ақылды қызды жақсы келін болады деп мен айта аламын.
әуелі құдай түргізден сақтасын. 4 бала алтын сақтады. Әп-әдемі, төртеуі де ақылды. Папасы менен мамасынан берген тәрбиесі ғой. Сол. Деме, түкемесең де көзім өтпейді ғой. Мен оны айтып отырмын. Мен білем шығарып көрдім атын. Екінші қыздар сабақтың мектепке неге барды оқуға. Қолында оқытқандай Жайнам. Жайнам да жақсы. Жанеркейінде келеді оқуға. Аман болса келін түсіру. Шаңырағыңыз кеңейе берсін, өрісіңіз кеңейіп жатыр. Қуаныш көп болсын, дастарханың тойға жайылсын. Амандықта той-тойға болсын. Орындалсын деймін. Öyleysin ben bayanım. Apa bizde Тоғысындайым, Жансаяның бағы болсын бұдайым, бөлі өссін. Барған жерде бақытты болсын бұдайым. Жақсылыққа келейік, дастықандар тойға жайылсын. Жақсылық пендер аман болсын бұдайым алдымызда. Адам жақсылықты болсын. Балалар танымыз ойынды. Жеңгелері, сіздер артыңызда еріп жақсы келін болсын артыңызда бұдайым. Мақтан артындай. Тек жақсы күнге жақсылыққа бәріңізға тек той тілеймін. Аман жүріңіз жақсылық пендер. Әрекелді айтқан тілек жүректе жалын болсын, айтқан тілек өзендей болып ағым болсын. Апа жезде қыз кеу жиен бөле, аға жеңге іні келіндер ақ тілек ниеттерін жолдап жатыр. Періштенің құлағына шалынып, қабыл болсын деп қошеметтеп қойыңыздар. Дастархан төріндегі барлық қонақтар бірыңғай тілектерін жолдады. Шай дастарханның батасын алғанды жөн санап отырмыз, әрине үлкендердің рұқсат болса. Рұқсат бекен? Бәрекелді. Жаңбыр менен жерге көреді. Енді бірыңғай апаларың қазір мейрамханада сөйлейін деп қосылып жатыр. Өкпе реніш болмасын, әлде микрофон ұсынуға әзірміз. Кешке дайындалып жатыр екен енді. Өлең шығарып келгендер бар сияқты арасында. Өте тамаша енді. Уақыттың ыңғайына қарай қосылып сөйлеп жатқан қонақтарға сіздердің шаңырақтарыңызда да той болсын дегіміз келеді. Үлкендердің батасын алайық. Балдар қызметте жүреді. Балдар бар сияқты еді ғой. Айтары олсап па? Құдайым беруге оң жолдан жолдай бар, асқа берекет бергей, адамдарға қанағат бергей, күллік пәледен аман еткей, қайырлы дастархан болғай, есесін алға жеткізгей, мерекелі, берекелі қуаныштарың мол болғай, бастарың аман, дендерің сол, бірліктерің арта бергей, жиеніміздің жолы болғай, барған жерінен тастай батып, өпірлі-шөпірлі, екі елге абырайлы болғай, бісміллә, Үлкен аста оқи қоямызда, бәрекелді. Аяқсыз
Ауылыңа бардым алыстан, ұнатып сені сүйіп қалғаннан, мойныңа таққан сенің моншағың, дөкелсіп саған бәрі жарасқан. Шынар-ау деп шақырсам шықпа үйіңнен, біреу бар ма шығатын сені көңілден, сезіміңді байламай сүйемін деші, шынын айтшы Шынар-ау кімді көңілің. Шақырсам шықпай үйінен, біреу бар ма шығатын сенді көңілден, сезімімді байламай сүйемін деші, шынын айтшы Шынар-ау кімде көңілің. Dostlarменен бірге ауыл ішінде, айналып саған келем кештерде, атыңды атап Шынар-ау десең, құшақ жайып келердей менің көзіме. Шынар-ау деп шақырсам шықпа үйіңнен, біреу бар ма шығатын сені көңілден, сезімімді байламай сүйемін деші, шынын айтшы Шынар-ау кімде көңілің. Шықпай үйінен, біреу бар ма шығатын сені
сүйемнен біреу барма шығатын сендік көңілден сезімімді байламай сүйемін деші шынын айтшы шынар кімде көңілің шынар деп шақырсам шықпай үйімнен біреу барма шығатын сендік көңілден сезімімді байламай сүйемін деші шынын айтшы шынар кімде Шымкент шаһарға келін болып кеттің айналайна бастарым мәнім басқа жаным шын бақытты еттің айналайна тараз шаһардан шымкент шаһарға келін болып кеттің айналайна бастарым мәнім басқа жаным шын бақытты еттің айналайна айдай келін болдыңда басқа жанның басына бар қолы қолыңда қызым дедің бұлай кеттің неге бұлай үнсіз енді отырмын мәжнүн талғар сарай лайла тараз шаһардан шымкент шаһарына келін болып кеттің лайла басқа жаным шын бақытты еттің айналайна үлкен асқа кіреміз, үлкен асқа қол шайып тамаққа отырамыз, астың қоғасына қайып. келін болып кеттің айналайна бастарым мәнім басқа жаным шын бақытты еттің айналайна тараз шаһардан шымкент шаһарға келін болып кеттің айналайна бастарым мәнім басқа жаным шын бақытты еттің айналайна
Давай.